Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика. Біз бүгін шығыс ертегілеріндегідей таңғажайып ел туралы айтатын боламыз. 1960 жылдары бұл жерде балықшылар ауылы болған. Негізгі тамағы парсы шығанағынан ауланған балық. Оны да ыстық күнде бұзылып кетпей жеп қою керек еді. Ал қазір бұл ертегідегідей бай ел, Араб әмірліктері, кешегісі мен бүгіні. Әр ел жайлы айтқанда, ел экономикасынан бастайтын едік. Араб әмірліктері бұл ерекше ел, сондықтан халықтың тұрмысынан бастайық. Себебі әлеуметтік жағдай кім-кімді болсын қызықтыратыны анық. Ер мен әйел отау құрғанда, оларға коттедж, жер телімі мен шамамен 20 мың ақш долларына тең субсидия беріледі. Тегін жоғарғы оқу орны мен медицина, тіпті шет елдерге де. Араб әмірліктерін конституциясына сәйкес әйелдер де білім алып, ерлермен тең жұмыс істей алады. Егер ер мен әйел ажырасса, балалары көп елдердегідей анасымен емес, әкесінде қалады. Ерлер зейнетке 55 жасында, ал әйелдер 50 жасында шығады. Орта жалақысы ең бай Еуропа елдеріндегідей болса да, тауар бағасы аса қымбат емес. Мысалға, 10 жұмыртқа $1,5, ал ол шамамен 650 теңге. Алайда араб әмірліктеріндегі еңбек адамдар 80% олар шет елдіктер. Жалпы 9 миллион халықтың 1,7 миллионы ғана араб әмірліктерінің азаматы. 3 миллионға жуығы үндістандық, 1 миллионнан астамы пәкістандық, бірнеше 100 мың египеттік, иорданиялық, филиппиндік азаматтар. Олар қызметтік көрсету мен құрылыс саласында жұмыс істейді. Алайда олардың орта жалақысы $800 айына. Әмірліктер үшін бұл өте аз, алайда өз елдеріне бұл жақсы жалақы. Көпшілігі араб әмірліктерін мұнаймен байып отыр деп санайды. Мұнай біткенде олар не істейді дейді. Алайда 1980 жылдары әмірлікте мұнайдан түсетін табыс жалпы табыстың 73%-ін құрайтын. Ал қазір мұнайдан түсетін табыс жалпы табыстың 29%-ын алып отыр. Ал Дубайда бар болғаны 6% табыс мұнайдан түседі. Араб әмірліктерінде 7 әмірлік бар. Әр әмірліктің өз мұнайынан түскен табысы тек өзі ғана алады. Ең көп мұнай сататын Абу-Даби болса, ең азы Дубай. Соған сәйкес Дубай туризм дамытуға көп күш пен ақша жұмсауда. Халық саны 2,7 миллион ғана болатын Дубайға әлемдегі ең биік ғимарат салудың не мәнісі бар еді? Дәл осы Бурдж Халифа ғимаратына $1,5 миллиард ақша жұмсалды. Онда офистер, қонақ үйлер, пәтерлер мен ресторандар бар. Қала тұрғындары аз болғанымен туристері көп. Әрі ең биік ғимарат турист тартуға арналған магнит қызметін атқаруда. Соның өзінде бұл ғимарат өзін-өзі ақтап табыс түстіруде. Дәл сол сияқты ең биік қонақ үй мен 7 жұлдызды қонақ үй де осында. Ең дей бердік қой. Оларға осының не керегі бар? Егер де осы кереметтер болмағанда, бұл қалаларға жылына 20 миллион турист келмеген болар еді ғой. Алайда араб әмірліктерінің де өз проблемасы бар. Ол тұщы су. Қазір елде 100-ден аса зауыт мұхит суын тұщы су жасаумен айналысады. Және бұл жалпы қолданыстағы судың 30%-ын құрайды. Қалғанын жер асты суларынан алады. Су проблемасын жеңіп қана қоймай, шөл далада көгал жасауда. Әмірліктің заңы бойынша жаңа бой көтерген құрылыс ғимараты аумағында ең кемінде 20% жер жасыл желек болуға тиісті. Олар мұндай жетістікке қалай жетті? Жақсы билік пен заң және экономикалық сауатты ел басқару. Қойнауы қазба байлыққа толы, біз неге олай өмір сүрмейміз? Кім кінәлі? Ауа райы ма? Әлде Қазақстанның гео орналасуы ма? Яғни мұхиттың жоқтығы кінәлі ма? Әлде басқа себебі бар ма? Мысалға, жемқорлық дегендей. Осы тақырыпта видео көргіңіз келсе, осы видеоға лайк басып, комментке жаса көргім келеді деп жаза кетіңіз. Сонда біз ауа райының кінәсі туралы немесе жемқорлық жайлы керемет видео жасаймыз. Ал әзірге араб әмірліктеріне қызыға қарауға тура келеді.